Дала өмірі, монголдардың әлемі. Көшпенді монгол тайпалары кең далада өмір сүрді. Олар мал бағып, киіз үйлерде тұрды. Табиғатқа тәуелді болды. Атқа мініп, садақ атуды үйренді. Олардың өмірі оңай болған жоқ, бірақ олар мықты және төзімді болды. Монгол тайпалары көбінесе бір-бірімен соғысты. Олар мал мен жайылым үшін таласты. Оларды біріктіретін күшті көсем болмады. Бұл жағдай 13-ші ғасырдың басында өзгереді. Осы кезде Шыңғыс хан пайда болады. Ұлы ханның көтерілуі, Темүжиннен Шыңғыс ханға дейін. 1162 жылы Темүжин есімді бала дүниеге келді. Ол монгол тайпасының басшысының ұлы еді. Бірақ оның балалық шағы қиындықтарға толы болды. Әкесі жауларынан қаза тапты. Темүжин мен оның отбасы тайпасынан қуылды. Олар кедейлік пен аштықты көрді. Бірақ Темүжин мойымады. Ол ақылды, батыл және мықты болды. Ол жақсы жауынгер және көсем болды. Ол өзіне сенетін адамдарды жинады. Бірте-бірте ол беделін арттырды. Ол жауларын жеңіп, тайпаларын біріктірді. Біріктіру соғыстары, монгол тайпаларын біріктіру. Темүжин басқа монгол тайпаларымен соғысты. Ол оларды жеңіп, өзіне қосты. Ол әділ заңдар енгізіп, әскерін реформалады. Ол 1206 жылы барлық монгол тайпаларын біріктірді. Осы кезде оған Шыңғыс хан титулы берілді. Бұл әлемнің ұлы ханы дегенді білдіреді. Әскери қуаты, монгол әскерінің құпиялары. Монгол әскері өте күшті болды. Олардың басты күші атты әскері. Монгол жауынгерлері ат үстінде өте жақсы шабатын. Олар садақты өте жақсы ататын. Олар сондай-ақ жақсы тәртіпті және ұйымшыл болды. Олар Шыңғыс ханға адал болды. Монголдар жаңа әскери технологияларды қолданды. Олар Қытайдан оқ-дәрі мен жарылғыш заттарды алды. Олар сондай-ақ жауларының әлсіз тұстарын пайдалануды білді. Олар қоршауға алу және айлашарғы жасау әдістерін меңгерген болатын. Section 5. Жаулап алу дәуірінің басталуы. Қытайдан Еуропаға дейін. Шыңғыс хан монголдарды біріктіргеннен кейін жаулап алу жорықтарын бастады. Ол алдымен Қытайға шабуыл жасады. Ол Қытайдың солтүстігін жаулап алып, Пекин қаласын басып алды. Содан кейін ол Орта Азияға бет алды. Ол Хорезм шахтығын талқандап, Самарқанд пен Бұхара қалаларын бағындырды. Шыңғыс ханның әскері Еуропаға дейін жетті. Олар Ресейді жаулап алып, Киев қаласын өртеп жіберді. Олар сондай-ақ Польша мен Венгрияға басып кірді. Шыңғыс хан 1227 жылы қайтыс болды. Бірақ оның мұрагерлері оның ісін жалғастырды. Section 6. Империяның даңқы, Шыңғыс хан дәуірі. Шыңғыс хан тарихтағы ең үлкен империялардың бірін құрды. Оның империясы Тынық мұхитынан Жерорта теңізіне дейін созылып жатты. Шыңғыс хан өзінің заңдары мен тәртібін орнатты. Ол сауда жолдарының қауіпсіздігін қамтамасыз етті. Ол мәдениет пен ғылымның дамуына ықпал етті. Шыңғыс хан дәуірінде шығыс пен батыс арасында мәдени алмасулар болды. Сауда жолдары бойымен жаңа идеялар мен тауарлар таралды. Монгол империясы әлемдік тарихта маңызды рөл атқарды. Section 7. Мұрагерлік пен бөліну. Империяның тағдыры. Шыңғыс хан қайтыс болғаннан кейін, оның империясы ұлдары мен немерелері арасында бөлінді. Олар бірнеше хандық құрды. Бұл хандықтар бір-бірімен соғысып әлсіреді. Уақыт өте келе монгол империясы ыдырады. Section 8. Монголдардың мирасы, әлемдік тарихтағы орны. Монгол империясы ұзақ өмір сүрген жоқ. Бірақ олардың әлемдік тарихқа әсері өте үлкен болды. Олар жаңа сауда жолдарын ашып, мәдени алмасуларға ықпал етті. Олар сондай-ақ әскери істе революция жасады. Монголдардың жаулап алулары көптеген адамдардың өмірін қиды. Бірақ олар сондай-ақ жаңа идеялар мен технологиялардың таралуына ықпал етті. Монгол империясы тарихтағы ең қызықты және маңызды империялардың бірі болды. Section 9. Қорытынды. Өткеннен алынған сабақтар. Монгол империясының тарихы бізге көп нәрсені үйретеді. Ол бізге бірлік пен көшбасшылықтың маңыздылығын көрсетеді. Ол сондай-ақ бізге соғыстың салдары туралы ескертеді. Монголдардың тарихы біздің бүгінгі әлемді түсінуге көмектеседі.